Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін химия сабағында жүйе құралдарын қалай пайдалануға болатын екінші мысалын көрсеткім келіп отыр. Сабақтың тақырыбы оттек, оның алынуы, қасиеттері, қолданылуы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 8-4-2-3 оттектің түрлі салада, металлургияда, медицинада, адам өмірінде қолданылуын білу. Бұл тапсырмада жасанды интеллект құралдарын пайдаланып оттектің алынуы мен қолданылуын визуалды түрде көрсету қажет. Бұл тапсырманы NVIDIA жасанды интеллект құралдарын пайдаланып жасап көрейік. Ол үшін ең алдымен іздеу жолағына NVIDIA деп жазамыз. NVIDIA сайтына кіріп, логин паролімізді жазып, тіркелеміз. Егер сізде логин пароль жоқ болса, жаңадан құрастыруға болады. Ол үшін почтаңыздың адресін жазасыз. Сіздің почтаңызға код келеді. Сол почтаны теру арқылы сіз NVIDIA сайтына оп-оңай тіркеліп кете аласыз. Қажетті жолақтарды толтыру арқылы сіз ары қарай жұмысыңызды бастай аласыз. NVIDIA сайтының терезесі ашылғаннан кейін ол жерге промпт жазамыз. Менде дайын промпт болған, сол промптымды осы жерге жүктеп аламын да Generate батырмасын басамын. Бұл жасанды интеллект арқылы біз уақытына байланысты бір немесе екі видео тегін жасай аламыз. Бұл тапсырмада біз оттектің өндірісте, әсіресе металлургиядағы рөлін бейнеленгенін көреміз. Бұл жерде оттек металдарды балқыту және болат өндіру процесінде маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. Оттек жануды күшейтеді, соның арқасында жоғары температура алынады. Оттектің негізгі қасиеттеріне тоқталсақ, ол түссіз, иіссіз газ және жануды қолдайды. Оттегі әртүрлі салаларда, ауруханаларда науқастарға оттек терапиясы кезінде беріледі, ал ауыр жағдайда тыныс алу аппараттарында қолданылады. Сонымен қатар оттек спортшылар үшін де маңызды, себебі ол ағзаның жұмысын жақсартады. Оттектің негізгі қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ол түссіз, иіссіз газ және жануды қолдайды, бірақ өзі жанбайды. Сонымен қатар ол көптеген химиялық реакцияларға белсенді қатысады. Ал оның алу жолдарына келетін болсақ, зертханада калий перманганаты немесе сутек асқын тотығын қыздыру арқылы алуға болады. Өндірісте ауаны сұйылтып, оны бөліп алу әдісі қолданылады. Ал енді нәтижесінде бізге 1,5 минуттық керемет қысқаша видео жасап берді. Бұл видеода барлығы анық түрде көрсетілген және де оның дауысы шығады. Дауысы қазақ тілінде сөйлеп түсіндіріп айтып береді. Бұл тапсырма арқылы біз тек теорияны ғана емес, сонымен қатар оны визуалды түрде көрсетуді үйрендік. Жасанды интеллект құралдары сабақты қызықты әрі түсінікті етуге үлкен көмегін тигізеді.